Жан, бір сұрақ қойсам бола ма? Менің папамен, мамамен, или мамамен тұруға қалай қарайсың? Үйленсек, тұратын едің ба? Ойлаймын да негізі. Мен тұруға қарсы емеспін. Тыңдап тұруға айтыңыз. Бірақ екі жас, олар ары қарай көтерілу үшін бірге тұру керек. Ал бір ата-анамен тұратын болса, жаңа әке-шешемен тұратын болса, еркек дайынға үйреніп қалады. Қандай қуын ақылсың. Қалай шығып кеттің сен сөйтіп отырсың? Шынымен дайынға үйреніп алады. Еркек ары қарай жұмыс жасап көтеру үшін. А если папа мамамен тұрып, үйге ақша жинап бірге жүрсеңдер қалай болады? Папа мамамен де тұрып, сол үйде тұрып, үй әдені бөлеке ақша жинасақ. Болады. Бірақ ол жерде түні қараңды. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар жандарым, алтындарым? Мен жанында ойнан тұрысты қарашы, киімді қарашы. Бірдеңе білдірейін деп тұр бұл бүгін. Қойыз, мен всегда істеп жүремін де. Әне, бүгін эфир бір қызық болайын деп тұр. Кеше соңында бір бәлелерді мутит етіп кеткені бар енді. Айта саласың ба или қазір? Көреміз енді. Диалог ешқандай болған жоқ біздің арамызда. Просто бір 2-3 минуттық кездесу болды, ол жерде өтіп баратып байқап қалу. А так былай ондай бір қызғымарға оны келтіретін дым ешқандай не жоқ. Ернар. Енді андай нәрсе ғой, енді білмеймін, кейбір адамдар өзің сол бір жақтағандарын сразу бірден бір жаман нәрсесін көріп қалса, бірден міндетсініп бекер мақтаппын деген нәрсе керек емес деп ойлаймын. Бірақ енді Ғалымжан да бұл жерде яки андай бір ғашық адамның рөліне кіріп отқан секілдіміз та, өйткені Тиманың баласы ханым осы қызға бір жазуы Ғалымжанға жақсы бір сыныпқа сылтау болып отқан сияқты да. Осында бүйтіп момент қылып алып алады да, ақырын сытылып кетуге Ғалымжан сондай бір жақсы бір позицияда отқан секілді болып отыр маған. Жанболат. Сосын мен бауырсағым айта кетейінші. Тима. Иә. Жауап бере салайыншы Ернарға. Мен ондай рөлде отқан жоқпын Ернар негізі. Мен көргенімді айтып жатырмын. Алдында айтып кеткем Тимаға. Тима дедім. Керек емес ондай нәрсе. Уже подписка жасады. Ертең уже жолығып жатыр. Ертең даже не істейтінін білмейміз ғой. Просто мені бұл жерде ше айтқым келгені сен бір ауыз маған келуің керек та. Осындай деген сияқты. Бұл нәрсе солидарность деген нәрсе болу керек Тима. Тимур. Болды айтарым сол. Атак Ернар сенің сөзіңе мүлдем вообще келіспеймін. Жоқ, Ғалымжан сен бір қызғанғандай тип жасап отырсың да, бір түр жасап, бір нетіп. Сен бұл таныстықтың тоқтайтынын әлде қайда біліп қойғансың сен бұл нәрсе. Орынды босат берейін может Тима. Сен өзіңде ол нәрсені айтқан болатынсың маған, таныстық тоқтайды. Если ол кезде менде келмеген болатын Гүлвира. Менде үміткер болған жоқ ол кезде. Сол кезде айтып қалған болатын, если шынымен көңілім болса осы қызда, мен таныстық тоқтағаннан кейін сөзіңді сал дегендей, өзің айтқан болатынсың сол сөзді маған. Енді мына жерде келіп алып бір өзіңді жертва санап бір андай жігіттер көр жасап отыр да, қызғанғандай. Қалғансыздар ғой өзара. Жоқ, мен таныстық тоқтайтын болса Тима өзіңді істесең болады дедім. Если қыз против болмаса деген сөз айтқан Тима, сөз шатастырмаса. Онда қазір енді неге қызғанғандай кейіп танытып отырсыз? Жоқ, қызғанған кейіп танытып отқан жоқпын мен. Сол кезде сіз сонда сол кезде ұнатамын деп айтқан болып тұрсыз ғой. Егер де таныстықта жүрген жігіттің өзі мен тоқтатқаннан кейін сен сөзің салсаң болады. Жоқ, бұл менен сұрап алды аккуратно ше. Таныстық тоқтаймын деген сияқты сұрап алды менен негізі. Сол таныстық тоқтайтын шығар, может, білмеймін әлі непонятно деп айттым. Соны естіп алып, бұл уже движениесін бастап жатқан секілді болды ма? Бұл жерде просто халық басқаша түсініп қалуы мүмкін да, екі ортада қыз қалып отыр қазір. Мен қызды түсіргім келіп тұрған жоқ біріншіден. Ортаға қызды салғандай болмай ақ қояйық. Ну, бірақ мен көңілім басында келген кезде көз түсетіндей қыз болған. Сол кезде менде үміткер де болған жоқ. Мен сол кезде ойлағам, если тақа осы қызды бағаламай жатса, үміткері келгеннен кейін үміті ақталмай кетпесін деген ниет болды менде ол кезде. Баласым айта кетсем болды. Мына жерде кім не көріп отыр? Кішкентай баланың әңгімесін көріп отырық та. Сендерде ортада таныстықтарың туралы әңгіме болып жатыр. Бірақ бүкіл күнәні Тимурдың тарапына қарай бөліп тастай қойдыңдар да. Ортада ешқандай бір мақсаттарың қалған жоқ. Ақеркеге айтатын болсам, айтып жатыр да, мен сені мақтадым, үйттім деп. Сенің құрбың, дұрыс қой, қорғап жатсың құрбыңды түсінуге болады. Алайда сен құрбың мұнда не мақсатта келгенін өзің білмейсің ғой. Осыдан бір жеті бұрын ғана Оразғалимен кездесу болған ол кісілердің. Мұнда келіп, тупа Тимурмен танысып кете қойды да. Сен соны қалай жақтап отырсың, құрбың ғой. Қалай Оразғалимен кездесу болған, Жанболат? Осыдан бір жеті бұрын ғана мұнда үміткер болып келмей тұрып, Гүлвира мен Оразғалидің кездесу болған. Және де оның үй жағында, Гүлвираның үй жағында болған. Жоқ, сен білесің ба, не туралы әңгіме болды? Жоқ, не туралы әңгіме болды? Былай айтсақшы, бұл әңгіме кейінге қалсын, Гүлвираның өзі, Оразғали өзі болған кезде біле жатармыз.
дұрыс иә баласаған мен айта кетейін. Мына жерде Ғалымжан енді шынымен енді қатысушылардың сөзінің жаны бар ғой. Ғалымжан бір емес екінші үміткерің айтып отыр да көңіл бөлмейді сыртта деп. Сен үміткерлерден кінә іздейсің, енді Тимурды жаныңа жолатып алдың. Сен өзіңнен іздеу керек та. Бірінші Ғалымжан кінәнше. Сен я әдемісің, сенің харизмаң бар, бірақ қызға көңіл бөлмесең оның не керегі бар мысалы да? Нұржан, былай Енді қара, енді мына жерде Тимурдың сен білдің. Тимур бірінші кіріп келген кезде сіздің мынандай